Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз әліппе сабағының 31 сабағын бастайтын боламыз. Сабағымыздың тақырыбы қ дыбысы мен әріпі. Ал енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын қ дыбысынан келетін қандай сөздерді білесіңдер? Қасқыр, қой, қайың, қар. Мінекей балалар, айта берсек қ дыбысынан келетін сөздер өте көп. Ендеше балалар, барлығымыз қ деп айтайықшы. Кәне, қ. Жарайсыңдар балалар. Бұл қ дыбысы дауыссыз дыбыс. Қ дыбысын ауада қолмен жазып көрейікші. Кәнекей. қ. Жарайсыңдар балалар. Төбеде берілген суретте қ дыбысы баспа түрінде және жазбаша түрінде көрсетілген. Ал енді балалар, біз мына суретке назар аударайық. Балалар, суретте кімдерді және нелерді көріп тұрсыңдар? Жарайсыңдар. Суреттен біз асық ойнап жатқан балаларды көріп тұрмыз және төрт түлік малының төлдері қозы мен лақты көріп тұрмыз. Қозы деген сөзді дыбыстық талдауға салайықшы. Қозы деген сөз төрт әріп, төрт дыбыс, екі буыннан тұрады. Ал енді балалар, кітапта берілген сөздерді буынға бөліп оқиық. Ақ, лақ, қар, қара, қал, қала, қалта, тақта, ақлақ, қара, тақта, лақ-ақ, тақта. Көміртменің орнына тақта, қара болады. Келесі мәтінді оқиық. Қаратау, анау. Қаратау, ол қала. Қанат, қала, арал. Мінекей балалар, біз кітапта берілген сөздерді буынға бөліп оқыдық және мәтінді оқыдық. Балалар, қарап отырсақ, қ дыбысы сөздің басында, ортасында кездесіп тұр. Мінекей, бұл сөздерді қайта-қайта оқу арқылы біз өзіміздің оқу жылдамдығымызды арттырамыз. Сондықтан көбірек оқуға тырысайық. Балалар, сендер суреттен не көріп тұрсыңдар? Я, балалар, суретте әкесі мен баласы бірге ауладан көкөністер жинап жатыр. Олар қандай көкөністер жинап жатыр? Әрине дұрыс, олар қауын, асқабақ, қызылша, қарбыз көкөністерін жинап жатыр. Балалар, сендер үйлеріңде ата-аналарыңа жәрдемдесесіңдер ма? Жарайсыңдар балалар. Әрқашан біз үлкенге құрмет көрсетіп, оларға жәрдемдесуіміз керек. Ал енді балалар, біз соңғы тапсырманы орындайтын боламыз. Суреттің атауын атап, дыбыстық талдау жасайтын боламыз. Қауын. Қауын сөзі 5 әріп, 5 дыбыс, 2 буын. Асқабақ. Асқабақ сөзі 7 әріп, 7 дыбыс, 3 буын. Қызылша. Қызылша сөзі 7 әріп, 7 дыбыс, 3 буын. Қарбыз. Қарбыз сөзі 6 әріп, 6 дыбыс, 2 буын. Ал балалар, енді кішкене демалып алып, мына өлеңді бірге қайталайық. Қарға қонды ағашқа, қанаттарын қағады. Қар деп шақырып, балаларды оятады. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгін біз қ дыбысымен таныстық. Қ дауыссыз дыбыс екенін білдік. Енді сендер қ дыбысы бар сөздерді оңай таба аласыңдар. Жарайсыңдар балалар. Келесі сабақта тағы да қызықты дыбыстармен танысатын боламыз. Сау болыңдар.